Түркістан облысы, Арыс қаласы, жас натуралистер, техниктер, туристер станциясы. Қосымша білім беру педагогі Бақыт Серғазұлы. Бүгінгі қашықтықтан оқыту сабағымызға қош келдіңіздер. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы туристік серуендер мен жарыстар және жорықтарда қажетті азық-түлік мөлшері. Сабағымыздың мақсаты туристік серуендер мен жарыстар және жорықтарда қажетті азық-түлік мөлшерін белгілеу. Сабағымыздың барысы туристік жорықтағы тамақтану режимі, жорыққа арналған керек жарақтардың салмағын есептеу, жорыққа арналған ас мәзірі. Туристік жорықтағы тамақтану режимі. Таңғы ас пен кешкі ас әдетте кез келген серуенде отта немесе қыздырғышта дайындалады, бірақ түскі аста айырмашылық бар. Егер жорық жеңіл демалу сипатында болса, онда күндіз түскі асқа 1,5 сағат уақыт үзіліс жасап, сорпа немесе балық сорпасын пісіруге болады. Күніне 6, 8, 10 сағат жүру уақыты неғұрлым қиын болса, түскі асқа көп уақыт жұмсау артық болады. Шамадан тыс көп тамақтану асқазан ауруына және тағы басқа ауруларға алып келуі мүмкін. Жорықта да қозғалу қиындық тудырады. Бұл жағдайда кешкі асқа газ қыздырғышқа суды тез қайнатып, шай жасап, сөмкедегі дайын сорпаны тікелей кружкаларға қайнатудың мағынасы бар. Бұл өте жоғары калориялы емес, бірақ тез сіңімді. Әрқайсысына жоғары калориялы 50 грамм жер жаңғақ немесе шоколад бұл күш-қуатты қалпына келтіру үшін жеткілікті болады. Жорыққа арналған керек жарақтардың салмағын есептеу. Мұнда қатысушылардың мүмкіндіктерінен бастау керек. Әдетте жеке заттар, мысалы, жатын қап, киім, топтық дәрі-дәрмек қобдишасының салмағы шамамен 1,5 килограмм. Құралдар, гаджеттер салмағы 6 килограммнан 10 келіге дейін болуы мүмкін. 2-3 орындық шатырдың салмағы 2 келіден 4 килограммға дейін. Газ қыздырғышы 400 грамм, газ баллоны 450 грамм және арқандар туристік сақтандыру керек жарақтары. Адамның күші шексіз емес, сондықтан рюкзактың салмағына көңіл бөлуіміз қажет. Рюкзак шамадан тыс ауыр болмауы керек. Жорыққа арналған ас мәзірі. Таңғы ас, кептірілген сүтке арналған сұлы майы, ірімшік, карамель, кептірілген жемістер мен жаңғақтар, какао немесе кофе, барлығы 1400 килокалория болады. Түскі ас, еритін сорпа, 1 кружка, 1 май сэндвичі, 1 ірімшік сэндвичі, шай, шоколад, 1200 килокалория. Кешкі ас, жылқы еті, май және көкөністер, крекер, сарымсақ, шай, печенье, лагман, 1500 килокалория. Бүгінгі сабағымызды қорытындылай келе, туристік жорықтарда асты мөлшермен ішу маңызды. Шамадан тыс көп калория жорық барысында қимыл қозғалысқа кедергісін келтіріп қана қоймай, асқазан ауруына және тағы басқа ауруларға алып келуі мүмкін. Ауру астан деген халық даналығын ұмытпауымыз қажет.